қалай қарапайым қазаққа небәрі 25 мың теңгемен Американың 500 компаниясына инвестиция жасап табыс табуға болады. Мен Гүлмира Қарасай, осы инвестиция саласында 11 жылдық тәжірибем бар. Қазақстанның және Американың NASDAQ, Нью-Йорк биржаларында инвестиция жасап табыс табумен айналысамын. Және қазір осыны Инстаграмда өзгелерге үйретемін. Дәл қазір сіз Американың мықты Apple, Alphabet, Nvidia, Microsoft, Google компанияларына инвестиция жасау үшін кемінде $2000 керек. Это примерно 1 миллион теңге. Ол көп адамда жоқ. Сондықтан мен сізге мынадай ұсыныс жасаймын. Дәл осы 500 компанияның акциясын өзіне жинаған бізде ETF-тер бар. ETF фондқа инвестиция жасаңыз. S&P 500 индексіне сай жұмыс істейтін SPY деп аталатын мықты күшті ETF бар. Оның бағасы қазір $494 теңгемен примерно 220 мың теңгеге осы 500 компания аласыз. Жоқ, Гүлмира 220 мың жоқ десеңіз, онда екінші түрін айтамын. Бұл SPLG деген фонд бар. Екінші, оның бағасы қазір примерно $58 айналасында, примерно 25 мың теңге. Дәл осы 25 мың теңгеге сіз 500 компанияға инвестиция жасап, олардан табыс таба аласыз, дивиденд, және оның бағасы көтерілген кезде сатып жіберуге болады. Дәл қазір сіз менің парақшама подписаться етіп, төменге акция деп жазсаңыз, мен